Қазақ болып туылмағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүйрік жылқынындай жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туылмағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемем. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңырымды әуелетпен кетерем. Мен қазақтың бойымдағы қан қазақ. Мен өзім 40 жыл қырғында тірі қалған жандардың бірімін. Сол сұрапыл қырғын соғыста еліміздің талай санлап батырларының, ақылды ерлерінің қаза тапқанын мен өзім көзімменен қан майдан көргем. Менен артық, менен батыр, менен ақылды жігіттер өліп кеткен көзіммен көргем. Олардың имандары жолдас болсын. Олар ұлы отанымыздың тәуелсіздік үшін жан, тән аямастан соғысты, тәуелсіздік үшін жан тәсіл етті. Имандары жолдас болсын. Мен Алматы сервистік қызмет көрсету колледжінің 3-ші курс студенті Құдайбергенов Қасым Жомарт. Біздің топ 9-шы мамыр ұлы жеңіс күніне және Бауыржан Момышұлына арнауын қарсы алыңыздар. Бауыржан Момышұлы Кеңес одағының батыры, жазушы, 2-ші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, әскери қолбасшы, стратег және тактик. Батыр атамыз Бауыржан Момышұлы жеке бас ойшылдылығымен, отаншылдылығымен, ұлтжандылығымен және қаһармандылығымен, дарындылығымен, жоғары адамгершілік қасиеттерімен елеулі. Ол кісі әлем халқының ортақ перзенті дәрежесіне дейін көтерілген азамат. Бауыржан Момышұлы Мәскеудің қалың қарына малтыға жүріп, 5 рет қоршауды бұзып, ұрысқа кіріп, жалпы саны 207 рет қол бастап, 27 рет ғалымдардың айтуы бойынша бұрын сонды болмаған тактикалық жанал жасады. Командир Момышұлы жетік стратег, асқан тактик болуымен қатар сұңғыла психолог та еді. Бауыржан Момышұлының мірдің оғындай нысанаға дәл тигізер сөздері бүгінде халық арасына кең таралып, қанатты сөзге айналып кетті. Тілге жүйрік, сөзге шешен хас батырдың қанатты сөздерін назарларыңызға ұсынамыз. Әділдікті мойындау, адал кісінің ісі, ал опасыздық, ойсыздыққа алып келеді. 28 болып студенті Қадырбердиева Айсел. Жақсы сөз жанға жақын, құлаққа жағымды, ойға қонымды. Қайратыңа әдісіңді жолдас ет, әдісіңе ақылыңды жолдас ет. Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген ел құл болмайды. Мен Алматы сервистік қызмет көрсету колледжінің 3-ші курс студенті Жолдас Мералы. Мен бүгін сіздерге Бауыржан Момышұлының нақыл сөздерімен бөліскелі отырмын. Өтіріктің балын жалап тірі жүргенше, шындықтың уын ішіп өлген артық. Ешкім батыр болып тумайды. Батырлық та мінез секілді өскен ортаға, көрген тәрбиеге байланысты қалыптасады. Ата-ана қадірін білмеген ел қадірін біле алмас. Ел қадірін білмеген ата-ана қадірін біле алмас. Тіл ұлт қасиетін анықтайтын белгі, салт сананың өзегі. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуаныс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ.